өтетін тақырыбымыз бұл бізде бас сүйек, яғни ос краниум. Бас сүйегі топографиялық орналасуына қарай негізіне және қақпағына бөлінеді. Осы біз талдайтын қазір қақпағына тоқталатын болсақ, бұл қақпағы маңдай, самай шүйде сүйегінің қабықшалы бөлігінен, сына сүйегінің қанаттарынан және шеке сүйектерінен тұрады. Бұл бізде ми сауытының сүйектерінен бөлек сүйектер, ал ми сауытының сүйектеріне келер болсақ, бұлар 5 бөліктен тұрады. Және де алтыншысы ретінде тор сүйекті де қосуымызға болады. Мұнда түстеріне байланысты әр сүйек өзіне жеке-жеке белгіленген. Бұл біз тақ сүйек бірінші бұл бізде маңдай сүйегі, яғни ос фронтали. Екінші қызыл түстегі самай сүйегі ос темпоралис, яғни жұп сүйек болып есептелінеді. Төбе сүйегі ос париетали. Бұл да негізінен жұп сүйек болып табылады. Және соңғысы бұл күлгін түстегі бізде шүйде сүйегі ос оксипитали. Ал тор сүйек, яғни ос этмодали бұнда көрсетілмеген, яғни ол үш жақта болып есептелінеді. Бұл бізде төбе сүйегі ос париетали. Төбе сүйегі жоғарғы бөліктегі жұп қабыршақтық сүйек. Ол құрылыс жағынан жалпақ болып келеді. Бұның негізінен төрт бұрышты болып келген. Төбе сүйегінің екі беті, төрт қыры және төрт бұрышы бар. Төрт қыры үш тісшеленген және бір қабыршақты бөлігінен тұрады. Мысалға мұны қарайтын болсақ, бұл бізде яғни төрт қыры. Бірінші бұл бізде марго фронталис, яғни шеке бөлігімен, бізде шеке сүйегі, маңдай сүйегі болса, осы маңдай сүйегімен шектесіп жатқан бөлімі бұл марго фронталис деп аталынады. Одан кейін келесісі бұл бізде марго оксипиталис, міне бұның шүйде сүйегімен шектесетін бөлігі, және марго сагиталис, мынау сагитальды бөлігі. Яғни мына жақта екінші жартысы бар төбе сүйектің, сол бір-біріне сагитальды түрде орналасқандықтан марго сагиталис, яғни сагитальды жиегі немесе қыры деп аталынады. Ал мына жерде бұл бізде қабыршақты бөлігі. Марго сквамоза, жаңа айтылғандай, үш тісшеленген, мынау үшеуі тісшеленген қыры болса, ал мына бөлік бізде қабыршақты бөлігі болып есептелінеді. Келесі бұл бізде төбе сүйектің төрт бұрышы. Яғни бірінші бұл бізде ангулус фронталис, маңдайлық бұрышы. Одан кейін ангулус сфеноидалис, яғни мұнда сына сүйегі бар. Мына жақта былай қарай сына сүйегі кетеді үш жақтан. Сол сына сүйегімен шектесетіндіктен бұл жер ангулус сфеноидалис деп аталған. Келесі бұл бізде ангулус оксипиталис. Ал мына қыры бұл ангулус мастоидеус деп аталынады. Яғни еміздікті бұрыш деп айтылады қазақша. Енді төбе сүйегінің, яғни ос париеталияның фациестеріне назар аударыңыздар, беттеріне, сыртқы және ішкі беттері. Сыртқы бетінде үш бөлігі ғана бар, яғни тубер париетали. Мына бір бөлік, осы бір бөліктерде тубер париетали, яғни төбе сүйегінің төмпегі орналасқан, және де темпоралиске, яғни самай сүйегіне жақын бөлікте линия темпоралис супериор, эт инфериор, яғни темпоралис супериор мен темпоралис инфериор. Бұлай аталу себебі самай сүйегіне жақын орналасқандықтан темпоралис деп аталынған. Және ішкі бөлігі ми ерімдермен беттесіп орналасқандықтан жаңағындай ерімдерге бөлінген болып келеді. Яғни бұл жерде саусақ батыңқылары және мидың көтеріңкілері бар. Бұлай жаңа саусақтың тәрізді батыңқыларына ұқсас тәрізді және мидың көтеріңкілері болу себебі осы төбе сүйекке мидың жанасып орналасуына байланысты. Яғни бізде импрессионс дигитаты бұл саусақ батыңқылары болса, юга церебрали мидың көтеріңкілері деп аталынады. Бұл жерде үш түрлі жүлге және де бір шұңқырша бар. Бір шұңқырша бұл осы жүлгелердің үшеуінің біреуінде ғана соның бойында орналасқан. Сонымен жүлгелер бұл бізде сульций, артериозий, сулькус синус сагиталис супериор, яғни жоғары сагитальды қойнаудың жүлгелері, сулькус сигмоидей, ол бізде емізікті бұрыш жанында орналасқан жүлге болып есептелінеді. Жоғарғы сагитальды қойнаудың бойында, яғни сулькус синус сагиталис супериордың бойында пахион өсінділерінің шұңқыршалары орналасқан, ол бізде фовейлы грануларис деп аталынады. Маңдайлық сүйек ос фронтали. Маңдайлық сүйекте төбе сүйек сияқты төрт бөліктен тұрады. Яғни бұл бөліктері қабыршақтық бөлік, жұп көз бөлігі және тақ мұрыннан тұрады. Яғни осы төрт бөліктен. Енді маңдай сүйегінің құрылыстармен таныс болатын болсақ, ең бірінші бұл бізде маңдайлық қабыршақ, яғни сквама фронталис. Екіншісі маңдай сүйегінде үш жиек бар.
бұл жиектердің әрқайсысы қай мүшемен, яғни қандай бөлігімен шектессе, соған байланысты атау аталған. Яғни ол жиектер марго париеталис, марго супраорбиталис және марго сфеноидалис жиектері. Марго париеталис мына бөлігінде, яғни төбе сүйегімен шектеседі. Келесі марго супраорбиталис көз үстілік жиек және марго сфеноидалис мұнда сына тәрізді сүйек орналасқан, соған байланысты марго сфеноидалис деп аталынған. Маңдайлық төмпек тубер фронтали мына жасыл түспен белгіленген. Одан кейінгі сутура фронталис маңдайлық жік, мынау күлгін түспен белгіленген, бұл бізде маңдайлық жік. Мынау бөлім спина назали, яғни мұрындық қылқан. Мына жерде анық көрсетілген мұрындық қылқан, яғни мұрынмен былай жалғасып кететіндіктен бұл жер мұрындық қылқан деп аталынған. Ал мынау глабелла кеңсірік үсті. Сондай-ақ осы көз ұя үстінде бұл жерде екі түрлі тілік орналасқан. Олар инцизура супраорбиталис және инцизура фронтали. Инцизура супраорбиталис бұл көздікі, ал инцизура фронтали бұл бізде маңдайлық тілік болып есептелінеді. Және ең соңғы бұл бізде аркус суперцилиарис, яғни аркус суперцилиарис деп отырғанымыз қас үстілік доға. Қасты қабағымызбен былай қимылдатқан кезде қимылдайды ғой, сол жер міне. Бұл бізде қас үстілік доға, яғни қимыл қозғалысқа жауап береді. Және линея темпералис. Мына жерде мына түспен көрсетілген, күлгін түспен. Осы бөлік бізде линея темпералис, яғни самайлық сызық болып аталынады. Бұл маңдай сүйегінің ішінен қарағандағы көрінісі. Мына бөлім sulcus sinus sagittalis superior, яғни жоғарғы сагитальды қойнаудың жүлгесі. Екіншісі бұл инцизура этмоидалис, тор сүйектік тілік. Мына жерде осы бөліктерде тор сүйек орналасса, соның тілігі орналасқан. Инцизура этмоидалис. Мынау жаңағы мұрындық қылқаны, қас үстілік доғасы артынан қарағандағы. Мынау жаңағы париетальды бөлігіндегі жиек марго париеталис. Осылай бұл да дәл алдыңғы бөлігіндегідей, тек айырмашылығындағы жүлгемен және тілікте ғана. Жоғарғы жақ сүйек ос максиллярис, жұп қуысты сүйек. Бұл сүйектің 4 беті және 4 өсіндісі ажыратылады. Бір беті мен бір өсіндісі ішкі бетінде орналасты, ал үшеуі сыртқы бетінде орналасқан. Сонымен мынау қызыл түспен берілген бұл біздегі осы жоғарғы жақ сүйегінің өсінділері. Ең біріншісі бұл бізде процессус фронталис, яғни маңдайлық өсінді. Екіншісі процессус зигоматикус, жоғарғы жақ сүйектің бет сүйегінің өсіндісі, ал мынау үшіншісі процессус альвеолярис деп аталады, яғни альвеолярлы өсінді немесе ұяшықтық өсінді деп атасақ та болады. Ал келесі бұл бізде юга альвеолярис. Және де мұрындық бетіне қараған бөлігі спина назалис антериор, яғни алдыңғы мұрындық қылқан. Және мұнда бізде күрек түстің шұңқыршасы фосса канина және күрек түстің сүйегі ос инцизивус, яғни күрек түстік сүйек орналасқан. Және келесі суреттегі бұл осы жоғарғы жақ сүйегінің қалған бөлімдерімен танысатын болсақ, мұнда екі түрлі тесікше бар: форамина инфраорбиталис және форамина альвеолярис. Бұл біреуі көз ұя астылық тесікше, екіншісі альвеолярлы тесікше. Сондай-ақ инцизура лакрималис, яғни көз жастық тілік орналасқан мына бөлімде, және марго инфраорбиталис көз ұя астылық жиек. Мына көз ұя бөлімін құрауға қатысатын болса, осы төменгі жиегі марго инфраорбиталис деп аталынады. Бұл бізде беттермен таныстырып өтетін болсам, жоғарғы жақ сүйегінің мынау бөлімі бұл бізде жоғарғы жақ сүйектің алдыңғы беті. Одан кейін мына жақ жоғарғы жақ сүйегінің көз шарасына қараған беті, ал мынау бізде темпералис, яғни самайлық беті. Жоғарғы жақ сүйегінің көз шарасына қараған беті бұл орбитаны, көз шарасын құрауға қатысады. Одан кейін төменгі самайлық беті фацис инфратемпералис, ол төменгі самайлық ойыс деп есептелінеді, ал алдыңғы беті фацис антериор көз шарасының төменгі жиегінде, осы бөлікте сәл ғана төмен орналасқан. Бұл одан кейін келесі ішкі бөлігінен қараған кезде
мына бір бөлімде бізде фацес назалис орналасқан, яғни мұрындық беті, мұрын қуысына қараған беті деп аталынады. Міне мына бөлігі. Осымен жоғарғы жақ сүйегінің 4 бетін айттық, және де процессус палатина мына бөлімі таңдайлық өсіндісі. Осымен де 4 өсіндісін толығымен атап өттік. Үшеуі сыртқы бетінде болса, ал біреуі ішкі бетінде орналасқан. Міне сыртқы бетіндегі өсінділері және сыртқы беттері, мынау 3 беті, ал мынау ішкі бөлігіндегі фацес назалис 1 беті және де процессус палатина. Келесісі бұл бізде сулькус лакрималис, көз жастық жүлге. Одан кейінгі процессус палатинадан сәл төмен астында каналис инцизивус, яғни күрек тістің каналы, өзегі орналасқан. Одан кейін мұнда үлкен саңылау орналасқан, хиатус максиллярис, жақ сүйектік, жоғарғы жақ сүйектік саңылау. Осымен біздің жоғарғы жақ сүйегі туралы айтуымыз тәмам. Төменгі жақ сүйегі ос мандибуле. Ос мандибуле бет сүйектерінің ішіндегі тақ сүйек болып табылады және ең ірі сүйектердің бірі. Бұл да басқа сүйектер сияқты денесінен, негізінен және өсінділерден құралған. Бұның басқа осы бет сүйектерінен ерекшелігі, бұның басы, мойны, негізі және денесі бар. Ең бірінші көк түспен көрсетілген бұл бізде капут мандибуле, яғни жақ сүйектің басы. Одан кейінгі, басынан кейінгі келесісі бұл қоңыр түспен көрсетілген колум мандибуле, төменгі жақ сүйегінің мойны. Одан кейін мына бір тілік, мына жердегі бұл инцизура мандибуле. Мұнда екі түрлі төмпешік бар, туберкулум ментале және тубероситас массатерика. Туберкулум ментале бұл ектік төмпешік, ал тубероситас массатерика шайнау бұдыры деп аталынады. Сондай-ақ рамус мандибуле, мына жерде симфизис мандибуле және негізі базис мандибуле, яғни төменгі жақ сүйегінің негізі деп аталынады. Бұл бізде жаңағы мойны колум мандибуле. Мынау екіншісі процессус короноидеус өсіндісі, тәж тәрізді өсінді. Одан кейін форамен ментале, міне тесік, ал және де мына жерде шұңқырша бар. Бұл бізде жақ сүйекте тесік, бір тесік, бір шұңқырша бар екен, есте сақтаңыздар. Ектік бөлімінде осы форамен ментале болса, ал жоғарғы бөлімде, яғни түс ұяшықтарына жақын жерде фосса ретромаларис орналасқан. Одан кейін мұнда юга альвеолярис мандибуле, ұяшықтық бөлігі, яғни тістер орналасатын бөлімі деп айтсақ та болады. Сосын қиғаш сызық орналасқан линея обликва, мынау розовый, қызғылт түспен көрсетілген бөлімі. Сосын мынау жер бізде бұл осы бөлігі корпус мандибуле деп аталынады, яғни төменгі жақ сүйегінің денесі. Мынау бұрыш, екі бұрышы, бұл ангулус мандибуле. Ос мандибуляның артынан немесе ішінен қарағандағы көрінісі деп айтсақ та болады. Бұл жаңағы сыртынан қарағандағы, төменгі жақ сүйектің сыртынан қарағандағы көрінісі сияқты, тек бірнеше ғана айырмашылықтары бар. Яғни айырмашылық дегенімізде қалай? Құрылысы жағынан, яғни атаулары басқаша болып келеді. Мысалы қалғанынан, например, басы, мойны, бұрышы барлығы да сыртқы бөлігімен ұқсас, тек ішкі бөлігі ғана атаулары, яғни құрылысы өзгеше болып келеді. Мәселен, бұл жердегі мынау ектік алдыңғы бөлігінде ектік сызық болса, бұл жерде де ектік қылқан болып табылады. Біріншісі бұл бізде спина менталис superior, ал төменгісі спина менталис inferior, яғни төменгі ектік қылқан және жоғарғы ектік қылқан. Келесі бұл бізде фосса дигастрика. Сонымен ескертетін жайт, осы бізде төменгі жақ сүйегінде барлығын қосқанда 5 түрлі, яғни 5 шұңқыр мен тесіктердің санын қосқанда 5 тесік бар. Яғни 3 шұңқырша және 2 тесік. Алдыңғы бөлімінде
сыртынан қарағанда бөлімде бір шұңқырша мен бір тесік орналасқан, ал артқы бөлігінде бір тесік пен екі шұңқырша орналасқан. Соның бірі мынау фосса дигастрика, және мына бір бөлімде форамен орналасты, және екіншісі мына жерде тағы да бір фовея яғни шұңқырша орналасқан. Ал мына сызыққа келетін болсақ, линея милохоидея. Төменгі жақ сүйекте екі сызық бар, линея обликва бір сыртқы бөлігінде орналасса, линея милохоидея ішкі бөлігінде орналасқан. Және екі түрлі төмпешік бар, оны қазір екіншісін айтатын боламын. Ал мына бізде креста темпоралис мандибуле, міне мына бір жері. Бұл яғни жоғарғы самайлық қыр болып табылады. Енді шұңқыршаға келсек, фовея субмандибулярис, және екінші төмпешік тубероситас птеригоидея. Ал мынау лингула мандибуле, төменгі жақ сүйектің тілшесі деп атауға болады. Мынау соңғы тесік форамен мандибуле. Сонымен санайтын болсақ, біреу, екеу, үшеу, және алдыңғы бөлігінде, алдыңғы суретте қарайтын болсақ, міне тағы бір тесік форамен ментали ектік тесік және фосса ретромаларис шұңқырша орналасқан. Сонымен жалпы саны 5 болып келді. Осымен біздің жақ сүйектер туралы айтуымыз тамам. Назарларыңызға рахмет.